Ассалаумағалейкум ағай, назарларыңызға апталық шолу сараптамалық бағдарламасының кезекті санын ұсынғалы отырмыз. Студияда Олжас Уәли. 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегіндегі Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдеді. Ал ЮНЕСКО болса 2009 жылдың 30 қыркүйегінде наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізді. Біздің де ата-бабамыз қасиетті мейрамды жыл басы деп есептеп, сан жылдардан бері атап өтуде. Күн мен түннің теңелген, жер ананың аққа кенелген күні наурыз мерекесі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды наурыз мейрамымен құттықтады. Астанада Экспо аумағында құрылған этно ауылдар алып, наурыз көжеден дәм татты. Президенттің қатысуымен өткен шараға біздің арна тілшісі де қатысып, президентпен бірге наурызға арналған мюзиклді көріп қайтты. Аптаның айшықты жаңалығы әз наурыздан бастасақ. Күн мен түннің теңелетін, жер ананың аққа кенелетін ата-бабамыздан, ширек ғасырдан бері тойланып келе жатқан ең ерекше мерекелердің бірі бұл бүгінгі наурыз мерекесі. Бұл мереке күллі Орта Азия елдеріне ортақ мейрам болып саналады. Жалпы ежелгі мифологиялық дәстүрге сүйенетін болсақ, 21 күні қазақ даласын қыдырата аралаған деседі. Жыл өткен сайын наурыз мерекесін дүркіретіп тойлау жақсы дәстүрге айналып келеді. Бүгін мереке күні елбасы барша қазақстандықтарды мейраммен арнайы құттықтап, наурыз түбінде нағыз жаңа жылға айналады деді. Мынау ұзын қыстан кейін, аяз бораннан кейін күтіп барып келетін өте үлкен наурыз. Бұл наурызды менің жарлығымен біз 3 күн тойлайтын боламыз. Ата-бабамыздың бағжанын келе жатқан бағзы заманнан мереке тәуелсіздіктен бізге қайтадан оралды. Мінеке тәуелсіздік жылдарында осы наурызды атап келе жатырмын. Бұл біздің негізгі жаңа жылдық мерекеміз болады түбінде. Бірінші қаңтарда ол Петр бірінші алып келген екен батыс Еуропадан. Оны да тойлаймыз, бірақ біздің негізгі жаңа жылды тойлайтынымыз күн мен түннің тегелетіні, жақсылыққа қарай адамның беті бұрылатын кез. Сонымен қатар елбасы осы жылдардың ішінде еліміз біраз табыстарға қол жеткізгенін, бірақ соған қарамастан әлі алда атқарар жұмыстар көп екенін айтты. 26 жыл тәуелсіздіктің ішінде көп шаруаны біз бітірдік. Оның барлығы елдің бірлігінің арқасы. Қазірдің өзінде жаңарып жатқан заманға байланысты жаңару бағдарламасы бар бізде. Технологиялық революция деп жатырмыз, ол бар. Рухани жаңғыру бағдарламасын айттық. Жақында мен 5 бастаманы жарияладым халыққа, барлығын біліп жатқан шығар. Әрбір жай қазақстандыққа бағдарлаған. Біріншіден баспана мәселесін шешуді айттым мен, оны білесіздер. Екіншіден жаңағы жастардың жағдайын жасау, жатақхана, жаңадан гранттарды көбейту, табысы аз адамдарды салықтан босату, газдандыру Қазақстанды, тағы сосының барлығы жай халыққа соның әлеуметтік жағдайын түзетуге арналған. Осыған барлығымыз атсалысуымыз керек. Мәңгілік ел болуға қадам басқан жолымыз құтты болсын, ақ болсын, бақытымыз мол болсын, барлық барымыз еліміздің бала-шағамыз, ұрпақтарымыз аман болсын. Солардың бақыты үшін бәріміз жұмыс істейік. Мереке құтты болсын. Биылғы келіп жеткен жаңа жылымыз, жаңаруымыз, наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Елімізде тек қана береке, бірлік, тыныштық болсын. Кейінгі кезде мына наурызымызға енді өзіміздің жаңа жыл деп әртүрлі тарихтың қойнауынан белгілі бір дүниелерді алып шығып, жаңаша түсіндіріп жатырмыз қазіргі жастарға наурызымызды деңгейін өсіріп. Осылай әрдайым жалғаса берсін, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бұл наурыз мейрамы өте керемет мейрам. Бұл ұлыстың ұлы күні, ең жақсы біздің тілек айтатұғын, ниет айтатұғын жақсы күніміз. Бұл күнде қарсы алғанда өте қуанышпен қарсы алу керек.
әрбір сәтінде осы күні ниет айту керек, жақсы тілек айту керек. Наурыз деген ең алдымен қуаныш. Ол қуаныштың бірнеше себеп салдары болады. Ол қуаныш алдымен жаңа жылдың басы, көктің шыққаны, күн көзінің шуағы, осы қуаныш. Ал қуаныш бір жерде мереке. Сондықтан мен осы қуанышпен бүткіл қазақ елін, Қазақстан халқын шын жүректен құттықтаймын. Қазақ халқы осы мерекені жыл-жылда тойлай берсін. Лайым ел іргесі тыныш болсын, Алла тағала. Қазағым тыныш болсын. Жаңегәгі ақ мол болсын. Енді ел ірге тыныштық болып, мереке жыл-жылда тойлана берсін. Тілеудес біз. Алла соған нәсіп етсін. Елбасы бүгін халықпен бірге жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел атты мюзикл тамашалады. Мюзиклдің негізгі мақсаты мифология арқылы Наурыз мейрамының мән мағынасын жаңа қырынан көрсету, ұлттық құндылықтарды тың жанрмен жеткізу. Боп жүреді көктем бұлдыр сағым, көзіме оттай басылдың бақым, сен келдің де ашылдың қой жаным, құлпырып жайнап. Сен бір сәтте кетпедің санамнан, тотыда еркемедің таранға. Сен іздедім талмай бақыт құсым, мынау байтақ нұрлы ғаламнан. Артынша президент экспо көрмесінің аумағында орналасқан этноауылдар алады. Айта кетейік, биыл алғаш рет экспо аумағына 40-тан аса киіз үй құрылды. Онда қазақ халқының салт дәстүрін насихаттайтын театрландырылған қойылымдар қойылды. Әрине, бүгін Наурыз мерекесі баршасына қызық, ойын соғық барлығы қызықты өтуде. Әрине, бұл жолы Наурыз көже әркімге ұнайтын Наурыз көжені ұтмаған. Құрметті қазақстандықтар, бүгінгі Наурыз мерекесі қайырлы берекелі болсын. Деніміз сау, басымыз аман, еліміз, ел жұртымыз аман болып, үлкен берекеміз арта берсін, ақ мол болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Гүлжан Серік, Ербол Темірханов, Ералхан Серікбаев, СТВ телеарнасы. Ұлыстың ұлы күнін салтанатты түрде ашып берген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевпен Самарқандта кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы қарым-қатынастың ахуалын жоғары бағалап, оларды әрі қарай дамытудың перспективаларын талқылады. Бұдан бөлек Самарқанд қаласында жұмыс сапары барысында Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиёевпен бірге Хазірет Қыздыр мемориалды кешеніне барып, Өзбекстан Республикасының тұңғыш президенті Ислам Кәрімовтің рухына тағзым етті. Сондай-ақ екі мемлекет халқына ортақ Наурыз мейрамы қарсаңында мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен бірге Самарқанд қаласының бірқатар мәдени тарихи орындарын аралап көрді. Бүкіл өзбек халқын шын жүрегімнен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Қазақ пен өзбек халқының тарихы, тілі, діні барлығы бір. Неше заманнан, ғасырлардан бері қарай келе жатыр. Соны ата-бабамыздың айтқандарын біз сақтауымыз керек, бірге болуымыз керек. Наурыз мейрамын барша қазақстандықтар жоғарғы дәрежеде тойлауда. Наурыздың 14-нен бастау алған бұл мереке бір айға дейін созылады. Ұлыс оң, ақ мол болсын деген тілекті еліміздің әр тұрғыны тілейді. Ұлыстың ұлы күнін шетелден қоныс аударған қандас бауырларымызда ерекше көңіл күймен тойлады. Тәуелсіздік алған жылдан бері атамекенге 1 миллионға жуық отбасы оралды. Ал жақын шетелде әлі де 5 миллионнан астам қазақтар тұрып жатыр. Олардың тыныс тіршілігін еліміздегі дүние жүзі қазақтар қауымдастығы жіті назарда ұстап отыр. Елге қайтуға ниет білдірген қазақтарды ел жұрты да құшақ жая қарсы алады. Оған дәлел келесі бейнематериалда. Қуанышпен қараймын айдалама, қарай бердім олай жол айналама, мен асыл тас параған адам, сен маған
Әнші, сазгер Қытай Халық Республикасының халық әртісі Өкен Танысхан ата мекенге осыдан 13 жыл бұрын оралды. Алтайда туған қазақтың туған жерге деген сағынышы, отанға деген махаббаты Қазақстанға қоныс аударуына себеп болды. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген дана сөзді өзіне серік еткен музыкант қазір отбасымен Алматы қаласында тұрады. Мен гитара, мандолин ойнаймын, онан кейін балалайкада ойнаймын. Осы аспаптардың ішінде домбыра, дегенде мен домбырадан бастағам. Оның алдында ауыстырнай деп қояды, оны тарттым. Онан кейін мынандай бір сыбызғы дейді ғой, қамыстан жасаған. Соны да тарттым. Онан кейін үлкен скрипкаді тарттым. Мен істеп жүрген үйірмеде кезінде бір жігіт істеп жүруші еді, ол басқа жаққа ауысып кетті де, үлкен скрипканы тартатын адам жоқ. Оны да өзім сол үлкен скрипкамен оркестрге қосып жүрдім. Аккордеонды ойнадым. Гармон деп қоямыз ғой. Болады енді айтау, шекті аспаптардың бір талайынан хабарым бар. Өте жақсы жерді алам. Өр Алтайда дүниеге келген Өкен өнерге өлердей ғашық, музыкаға туа бітті қабілетті, өнерге өте жақын. Ол тек шекті аспаптармен ғана шектелмейді. Сонымен қатар жақсы орындаушы, әнші, сазгер. Бүгінде қазақ сахнасында әндері орындалып жүр. Балаларда өнерден құр қол емес. Тұңғышы Ақбота Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының түлегі. Кәсіби тұрғыда өз елінде шынықса деген ниеттері де бар. Ең бастысы туған жерге табан тірегендеріне дән риза. Мен өзімді өте бақытты деп санаймын, себебі ең бірінші біз тәуелсіздік осы Қазақстанға қайта оралдық. Осы жерде білім асырдық, көптеген жаңалықтармен табыстық деген сияқты. Және де мен өзімді өнерлі отбасында дүниеге келгенім үшін өте бақытты санаймын өзімді. Себебі кішкентайымнан менде көптеген орайлар болды сахнаға шығуға, өзімнің қызығушылығыммен ғана айналысуға, хобби дейді ғой. Хоббиімді өзімнің кәдімгі кәсібім ретінде қазір жалғастырып жатырмын. Өте қуаныштамын. Бәрі де осы тәуелсіздік Қазақстанның арқасында деп есептеймін. Жазғы таңдай жайнаған гүлім менің, шаңырағыма ие бол күнім келін. Жолашыңдар жамағат келініме, бар бақытты үйіме алып кірсін. От болып келіме, күй болсын күйіне, қос қозыма қауышқан қарасын сүйіне. Қуанышбек отбасы Монғолиядан еліміз тәуелсіздік алған жылдары қоныс аударған. Жоғары білімді ерлі-зайыпты Қуанышбек Өнерхан мен Ясира Заханқызы Ұлан Батырда тұрды. Шетелде тұрмыстық жағдайлары жақсы болса да, елге оралу басты мақсаттарының бірі еді. Ұрпақтарының қазақ жерінде өсіп өнгенін қалады. Сөйтіп, 1991 жылы көш бастаған ата мекенге ат басын бұрды. Мемлекетке алақан жайған жоқ. Өз күштерімен, өз қаражаттарымен келді. 90-шы жылдардағы тоқырауды бұл жанұяда көрді. Алайда оған мойынсынбады. Қолдарынан келгенше жұмыс істеп, ел қатарына қосылуға ұмтылды. Қажырлы еңбектің арқасында қазір ел сыйлайтын кәсіпкерге айналды. Отағасы 40 адамды жұмыспен қамтып отырған қайырлы жан. Шетте жүргеннен кейін бір о кезде біз Моңғол еліндегі аз ұлтқа саналамыз. Моңғолдың жалпы біздің кезімізде сол кезде бір 7% қазақ. Моңғол қазақ деген екі ақ ұлт бар болатын о кезде. Негізгі ұлттан. Соның кейін ол аз ұлт болғаннан кейін ол ары қарай тірлік істеу керек, ұрпағын сақтап қалу керек өзінің. Тілін, дінін деген сияқты әдет ғұрпын бәрін сақтауға тырысады. Аз болған сайын тырысады да. Сондықтан болып біздің арамызда ол үнем болатын еді. Студент жүрген кезде де, жұмыс жасап жүрген кезде де, әмбе сол кезде бір өзгеріс, дүние жүзінде бір құбылыс болды ғой. Екі Германия бірікті деген сияқты. Шетелдегі басқа ұлттар өз-өз елін, өз-өз жұртын тауып жатыр деген, отанын тауып жатқан деген сияқты. Сол қозғалыстың кезінде бізде де Монғолияның қазақтарының арасында сондай болды. Ал жары Ясира Заханқызының қазақ мәдениетінде өзіндік орны бар. Өнер саласында талмай еңбек етуде. Бүгінде оның әндерін Қазақстан эстрада жұлдыздары нақышына келтіріп шырқап жүр. Ясира Заханқызының бойынан ақындық қасиетті де байқауға болады. Оның сөзіне жазылған әндер хитке айналды.
әсем әуендерін еңбектеген баладан қартайған қарияға дейін ыстық ықыласпен қабылдайды. Шашып шуақ сүймегендер сүйікті бола алмайды, сондықтан да сүйгендер бақыттырақ. Жақсырау көңілді көңілеккен, сүйу ғажап сүйсініп шын жүректен. Әбден 40-тан асқаннан кейін жаза бастадым. Адам өзін өзі қарап, бәрі орнына келіп, орналасып, балалар кішкене есейіп, бір өзің келгенде өзіңді табады екесің. Сол кезде жаңағы жасырынып жатқан табиғатыңдағы заттар шығып келетін сияқты. Енді мен бет бұрғаныма бір 10 жыл болды енді. Толықтай 10 жыл болды. Сол 10 жылда 100 қанша әнім деп өзім есептеймін. Бірақ авторлық қоғамда тіркеудеміз ғой біз енді. Былтыр авторлық қоғамнан бір жаңағы списогын шығартып алып едім. 86 әнім бар екен. Әні де кейбіреуінің әнін өзім шығарған, кейбіреуінің текстін жазғандарым эфирде айланып жүр екен. Жалпы Қазақстанға 1992 жылдан бері 1 миллионға жуық қандастарымыз қоныс аударды. Ата мекенде олардың әрқайсысын құшақ жая қарсы алды. Барынша жағдай жасауға, көмек көрсетуге тырысты. Бүгінде ата-баба арманы орындалып, әлемнің түпкір-түпкірінде тарыдай шашылған қазақтар бір шаңырақ астына жиналуда. Бұл әрине тәуелсіздіктің арқасы. Елімізде дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылды. Қауымдастықтың арқалаған жүгі ауыр. Шетелде қалып қойған қазақтармен тығыз қарым-қатынас орнатып, олардың тыныс тіршілігімен жіті танысып отырады. Шеттердегі тұрған біздің қазақтарымыз біразы өздерінің жаңа топтасып, сол жерде бірлестіктер құрғандары бар, мәдениет орталықтарын құрғандары бар. Соларға да біз көмектесуіміз керек. Олардың жаңағы қажетті, керекті нәрселерін жасап, көмектесіп, жалпы олардың бізге келіп, біздің әл-ауқатымызды көріп, еліміздегі болып жатқан іс-шараларды көріп, ары қарай өздерінің ойларына салып, қайтады ма, қайталмайды ма, оны өздері шешу керек. Сол жұмыстармен біз бүгінгі күнде шұғылданып жатырмыз. Статистикалық мәліметке жүгінсек, қазір әлемнің 44 мемлекетінде 5 миллион астам қазақ тұрады. Туған жерге ораламын деушілерге қашанда құшақ ашық. Ұлыстың ұлы күнін қауымдастық та жоғары дәрежеде атап өтті. 7 дәннен тілеугөже жасап, шетелден келген қандас бауырларымызды қауыштырып, ақ дастарханнан дәм таттырды. Мерекелік кеште әуезді ән де, салиқалы әңгіме де, ақ бата да, тілек те болды. Алма Мұқанова, Сергей Ковтун, Дмитрий Мельников, СТВ. Көпшілікті алаңдатқан басты мәселелердің күрмеуі енді жақын арада шешімін табады. Баспана жыры, жатақхана мәселесі, білімді жастар қатарын арттыру, кәсіпкерлікпен айналсам дегендерге жағдай жасау. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы талай қазақтың арман мұратын орындауға жол ашпақ. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Елбасының бұл 5 бастамасын халық өте жақсы қабылдады. Міне 2 аптадан асты. Бұл бастамаға сарапшылар да ой қосып жақсы пікір білдіруде. Осылайша рухани жаңғырудың даңғыл жолына түскен Қазақстан тағы бір белесті артта қалдырып, дамудың жаңа белесіне аяқ басты. Тұрғын үй жыры бітпейтін бір дастан, сол мотив, сол сарын бағасы аспандап тұрған үйді екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Жаңа үй болғандар үшін тіпті қиын, ала сөмкені арқалап, ай сайын пәтер ауыстыру кім-кімге болса да оңай соқпасы анық. Әсіресе ірі қалаларда баспана бағасы қол жетімсіз. Үкімет қалайда ел азаматтарын тұрғын үймен қамтамасыз етпекке әрекеттеніп жатыр. Осы уақытқа дейін түрлі бағдарламалар болды. Қол жетімді баспана деп аталатын бағдарлама қол жетімсіз болып қанша халықтың сынына ұшырады. Енді күні кеше елбасы жаңа 7-20-25 бағдарламасын іске асыруды тапсырды. Яғни арзан, қолжетімді ипотека. Мұндай ипотека осы жылдың ортасына қарай беріле бастайды.
7 ставка в годовом выражении стоимость кредита для конечного заемщика. 7% ипотеканы беру жұмыстары шамамен жылдың ортасында басталады. Маусым айының аяғына дейін барлық құқықтық ұйымдастырушылық шараларын аяқтаймыз деген жоспар бар. Содан шілде-тамыз айларында банктер арзан ипотеканы беруді бастайды. Статистикаға жүгінсек, ең қымбат ипотека ол Қазақстанда 18% құрайды. Мәселен, ақш пен Канадада ипотека 3 есеге арзан, ал Жапония, Швейцария, Финляндия сынды дамыған мемлекеттердің өзінде ипотека 2%-дан асытпайды. Сондықтан мамандар 7%-лық ипотекада халыққа едәуір жеңілдік деп отыр. Бірақ бұл жүйеге атақты экономистер бірқатар өзгерістерді енгізуді талап етті. Осы бағдарламаны өңірлік тұрғыдан қарастыру керек. Яғни әр Қазақстанда 14 облыс бар, 2 ірі қала бар. Сол әр өңірдің өзінің әлеуметтік экономикалық жағдайына, халықтың сатып алу қабілеттілігіне байланысты қарастыру керек деп ойлаймын. Себебі жаңағы біздің жалпы ипотеканың портфелін қарайтын болсақ, ондағы 50% несиелік кредиттер Астана мен Алматы қаласына келеді, қалған өңірлердің үлесі өте аз болып отыр. Сол себепті мына Астана мен Алматы қаласында тек жаңа үйлерге ғана берілетін дей қылып несиені шектеу керек деп ойлаймын. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің игілігін көріп отырғандар бар, алайда бұл банкте несие 7 емес 8-5%-бен беріледі. Бастапқы жарна да 20 емес 50%. Бірақ салымшылары ең көп осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі алдағы уақытта өз параметрлерін жеңілдетпек ниетте. Онда көптеген халықтың үміті қайта оянар еді. 7-20-25 деп. Оның ерекшелігі қандай? Бұнда негізгі шетелдердің әртүрлі елдің тәжірибелерін ескере отырып, ипотекалық несиенің пайызын мейлінше төмендету мүмкіндіктері қарастырылып отыр. Бұл біздің халыққа жасалатын үлкен мүмкіндік деп білемін. Енді шілде айларынан бастап халық жеңілдетілген 7%-лық несиені ала бастайды. Ол үшін арнайы ипотека беретін компания құрылады. Үйдің алғашқы 20%-ын құйып 25 жылға дейін арзан несие аласыз. Бағдарлама азаматтарда әлеуметтік статусына қарай бөлмейді. Еңбегі бар халықтың барлығы ипотека алады. Екінші бастама салықтың төмендеуі. Статистикаға жүгінсек, жұмыс жасаушы халықтың 3/4 25 айлық көрсеткішке дейінгі жалақы алады, яғни 60 мың теңге. Енді 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл азаматтар өзгелерден қарағанда салықты 10 есеге аз төлейтін болады. Енді біз баспана сатып алғымыз келетін болса, қосымша әл-ауқатымызды жақсартқымыз келетін болса, біздің табысымыз арту керек. Табысты арттыруға байланысты бізге президентіміз тағы да жаңа бастама көтерді. Сіздер білесіздер, салық ставкаларын қайта қарау жөнінде. Яғни бізде қазір барлығы бірдей табыс салығын төлейді. Ал енді қазіргі жағдайда президенттің көтеріп отырған бастамасында, егер азаматтың жалақысы 25 айлық есептік көрсеткіштен төмен болатын болса, онда оның төлейтін салығының ставкасын 10 есеге дейін төмендету мәселесі, яғни 1%-ға дейін төмендету мәселесі қарастырылып отыр. Демек, бұдан былай төмен жалақы алып жүрген 2 миллионға жуық қазақстандықтың жалақысы айтарлықтай өсетін болды. Үшінші бастама, жоғарғы оқу орындарына тағы қосымша 20 мың грант бөлінеді. Еліміз бойынша 530 мың студент бар десек, соның 30%-ы тегін грантта оқиды. Жыл сайын мемлекет тарапынан 30 мыңнан аса грант берілсе, биыл оның саны 50 мыңнан асады деген сөз. Және ол студенттер тегін оқып қана қоймай, жаппай жатақханамен қамтамасыз етілетін болады. 2022 жылға қарай елімізде тағы бірнеше мың жатақхана салынады. Студенттерге жатақхана мәселесін тез арада түбегейлі шешу мәселесін алдыға қойып отыр. Ол деген үлкен бір революциялық тапсырма, революциялық сондай бір шешім деп білеміз. Бұл бұрын соңды бұндай мәселе көтеріліп те, шешіліп те көрмеген. Міне соған университетімізде әрине осы уақытқа дейін жетсін кіремейді. Жатақханалар ол анық. Соның бәрін таяу арада шешудің жолында, міндетінде, уақытында елбасы белгілеп берді. Жаңа оқу жылына грантты да қосымша көбейтіп жатыр. Студенттердің саны жылдан жылға артып келе жатады. Сондықтан да студент саны артқан сайын оларға қосымша тұратын, жаңағы былай айтқанда жатақхана өте қажет қазіргі таңда. Сондықтан да енді көптеген студенттер қазір жалпы біздің университет бойынша айтатын болсақ, енді 53% жатақханамен қамтамасыз етілді. Әрине жетіспеушілік бар. Тұрғанменен біздің университет басшылығы қосымша арендаға жатақханалар алып, сонымен осындай
былай айтқанда қамтамасыз етіп отырмыз. Білім саласында қызметті тағы да дамыту алға қойылған. Бұлардың барлығын тек біз білім беру стандарттарын арттырып, білім алатын студенттердің санын арттыруды ғана алға қоятын болсақ, ол жүйелі түрде, кешенді түрде шешілмейді. Сондықтан бұл ең әуелі біздің білім беру саласының инфрақұрылымының дамуына ықпал етеді. Бұл бірінші, екінші студенттеріміздің алаңсыз білім алуына жағдай жасайды. Төртінші бастама өз кәсібін ашамын деушілерге жақсы жаңалық. Биылғы жылдан бастап микрокредиттің мөлшері 20 миллиард теңгеге көбейіп, кәсіпкерлерге берілетін ақшаның жалпы мөлшері бір жылда 42 миллиард емес, 62 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылады. Былтыр ол 18 миллион болса, былтыр биыл 19 миллионнан асып отыр. Яғни әр адам осы сумаға дейін шағын несие ала алады. Бұл мәселені елбасы қолдап, қосымша 20 миллиард теңге бөлгені біз Атамекен палатасы өте жақсы қабылдап жатырмыз. Бұл қаражат биыл бізге көп көмек болады деп ойлаймын. Себебі биыл біздің көрсеткіштер 2 есе көбейді. Биыл біз 30 мың адам оқытамыз, олардың оның ішінде кемінде 6 мың адам бизнес ашу керек. Егер де былтырғы 60% көрсеткішке қарасақ, онда биыл шамамен 17-18 мың адам бизнес ашуға ниетті болады. Елді газбен қамтамасыз ету атты 5-ші бастамаға әсіресе Астана қаласындағы жеке үйде тұратын халық ерекше қуануда. Олар көгілдір оттының жеткізілуін асыға күтіп жүр. Бағасы да қымбат, оның үстіне соңғы жылдары жыр болған көмір мәселесін талқылаудан халық әбден шаршаған. Мы сколько лет уже топим углем? Біз неше жылдан бері көмір жағып келеміз. Көмірдің бір тоннасы 12.500 теңге. Оған жеткізіп беру құнын қосыңыз. Қымбат. Елбасының жолдауын естіп қуанудамыз. Газ тартылса әлде қайда арзан әрі тиімді болатын еді. Как пенсионер я. Мен өзім зейнеткермін. Астананың осы Юго-Восток деп аталатын ықшам ауданында 6 жылдан бері тұрып жатырмын. Қыс түссе бітті, жыр басталады. Көмір бағасы қымбат. Бір қысқа маған 200 мыңдай көмірге ақша кетеді. Менің оны қалтам көтермейді. Зейнетақым жетпейді. Енді келер жылы газ тартады деп жатыр. Қуаныштымыз, күтеміз. Если проведут газ? Газ тартылса арзан болады ғой. Қыста мына жерлейлер от жаққанда жаппай қала көк тұман болып кетеді. Ауа ластанып кетеді. Дем алу мүмкін емес. Қара түтін. Газ болса ондай проблемалар болмайтын еді. Елбасы алдағы бір жылда орталық пен солтүстік аймақтарды қамтитын Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағытындағы газ құбырын салуды тапсырды. Бүгінгі күнге дейін елдің 50% газбен қамтылды. Ол оңтүстік пен батыс өңірі, ал орталық пен солтүстік өңірлер 2,7 миллион тұрғын әлі де газ күтуде. Это позволит. Бұл бірінші кезекте халықты жұмыспен қамтиды. Газ құбырын салу кезінде қаншама азаматтар жұмысқа орналасады, жалақы алады. Сол газ құбыры өтетін аймақтарда тіршілік жанданып, көп азаматтар екі қолға бір күрек табады. Бірінші кезекте жеке сектордағы үйлер қамтылады, кейін үлкен-үлкен ірі нысандар газға көшіріледі. Астананың экологиялық ластығына жылу электр станциясының үлкен үлес қосып отырғандығы сөзсіз. Елордамыз газбен қамтылса, экология мәселесі 6 немесе 35 тонна улы қалдық пен Астана аспанын торлайтын көк түтін мәселесі түбегейлі шешілетін еді. Гүлжансер Кербол Темірханов, СТВ телеарнасы. Тәуелсіздігімізді алғалы салт дәстүріміз қайта жаңғырды. Еліміздің әл ауқаты артып, рухани байлығымызды түгендей бастадық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен рухани жаңғыру бағдарламасы жол тартты. Айтулы бағыт бағдары бойынша ауқымды жұмыстар басталды десек те болады. Соның бірі ұлттық киімдеріміз. Сәні де, мәні де жарасып тұратын қазақы киімдерді тек мереке күндері кию өкінішті әрине. Халқымыз шетелдік бренд саналатын киімдеріне әлі күнге дейін әуес. Ал тігіншілер болса, отандық өнімдерді тұтынудың ауылы алыс емес деп санайды. Өйткені сапалы тігіліп жатқан өнімдердің үлесі арта түсті дейді. Әріптесім Махаббат Нұрымбетқызының бейне материалына назар аударсақ. Ең әдемі киім ұлттық киім. Қазақ халқы төл киімдерін ұмытпай, ұлттық нақышын жоғалтпай, ғасырдан ғасырға сақтап келе жатыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамында ұлттық киімдеріңіз болса, сандық түбінен шығарып, жұртшылыққа паш етуге тамаша мүмкіндік. Алайда кең етек бүрмелі көйлек үкілі бөрік ке алмайтынымыз анық. Дегенмен бүгінгі сәнгерлер оны да ойластырып қойған.
Қазақлықтың қаймағын бұзбай ата дәстүрді сақтаған қазақстандық дизайнер Айгүл Жансерікова қазақтың дәстүрлі киіз басу өнерін жаңғыртып жүрген жан. Ақжаулықты аналар мен қыз келіншектердің күнделікті өмірде, той жиындарда қазақы оюлармен зерделенген киімдерді киіп жүруіне, киізден көмкеріліп тігілген жаулықтардың күнделікті тұрмысқа енуіне Айгүл ханымның қосқан үлесі көп. Ұлттық киім ұлтымыздың айнасы, көненің көзі ғана емес, нағыз сәннің өзі дейді Қазақ өнер орталығының басшысы. Біз енді мына ұлттық киім деп айтады ғой. Тікелей ұлттық киім шығарамыз деп айта алмаймыз. Ұлттық киім шығару үшін оны шынымен бір тұтынушы мысалы тапсырыс берсе, онда жасар едік. Ал былай біз енді мына ұлттық нақыштағы киімдер деп айтуға болады. Өйткені күнделікті ұлттық киім киіп жүру міндетті де емеспіз, және дұрыс та емес деп ойлаймын. Ал бірақ өзіміздің осы қазақ ұлтына жататынымызды, өзіміздің мына мәдениетімізді, өзіміздің мына салт дәстүрімізді осы оюлардың арқасында жаңағы киімге салып, оны және ол күнделікті киетін киімде, немесе осы енді тойшыл халық тойға да барады, немесе бір осы наурыз тойлағанда да, немесе шетелге барған халық, немесе шетелге бара жатқанда сыйлыққа бара жатады. Жай басқа салатын орамалдың өзін осы қазақи нақышта жасаған кезде бұған сұраныс көп екен. Өйткені қанша жыл, міне 70 жыл бойы біз өзіміздің ой өрнегімізді де ұмытып кеткен кездер болған сияқты. Сондықтан қазір халыққа бір ностальгия сияқты жаңағы осындай заттарға өте көп сұраныс. Біз кейде бір жасаған затымызды бірнеше рет жасаймыз. Әсіресе мына менің, сіздің үстіңіздегідей мынандай шапандар дейміз ғой, енді шапан дейміз ба, орысша накидка деп жатамыз. Бұны көп сұраныс. Бір жасап көріп едік, енді мен осы киім дизайнермін деп те өзімді айта алмаймын. Мен көбінесе осы киіз бұйымдарын жаңғыртуға, және осы біздің мына үйде, үй жағдайында киіз бұйымдар көп болса екен деп, қайтадан жерімізде қазақтың әдемі сырмақтары мен текеметі жатса, жаңағы жастықшалар жатса, орындығымыздың үстінде көрпешелер жатса деп арманмен бастағам. Ұшқыр қиялымен киіз басу технологиясын дамыта келе, Айгүл ханым киім дизайнерлігін меңгеріп алды. Біздің жасап атқан осы жаңағы шапандар, мыналар өте жеңіл ғой. Жаңағы шифон дейміз, таза жібекке салғаннан кейін. Салмақты да емес. Салмақты емес. Өзіңмен алып жүруге қандай тамаша. Өзім мысалы әрдайым шетелге шыққан сайын осындай киімдер. Сонымен таң қалдыра аламыз, әрине. Қараңызшы, мынау сырты, мына ішіндегі оюдың бәрі киізден, е? Ал ішіндегі қандай мата? Ішіндегі жібек, таза жібек. Тек қана таза жібекке ғана жақсы кіреді киіз. Жүн. Сондықтан енді бұның да жаңағы мен айтқандай өлшемі де әртүрлі. Жаңағы бұл шабытқа байланысты. Мысалы бүгін мына қоңыр түске мен біраз қазіргі мына трендқа байланысты осындай бір түстерді ойнатып көрдім. Өте жақсы сұраныста пайдаланады. Жеп жеңіл. Шапаншалардың өзі де ұзындығы да әртүрлі болуы мүмкін. Модель де әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы мынаны алсақ, міне жеңі жоқ, бірақ бұл жерде бір өте басқаша. Енді бұл да өте жеңіл, бәрі бұл бұйымдардың өте жақсы жуылады. Өйткені біз жұмыс барысында бұны ыстық сумен, сабынмен қатты илеп жаңағы ең қандырамыз ғой. Сондықтан бұл ешқашанда жаңағы ертең біреулер сұрайды келіп, мынаны немен клейлейсіздер деп. Сондықтан бұнда ешқандай клей жоқ, тек қана қолмен жаңағы жүніміздің талшықтары мына жаққа шыққанша жұмыс жасаймыз. Ол енді өте сондай нәзік жұмыс болу керек басында. Содан кейін ғана барып күш саламыз. Күшті де салу керек аяқ жағында. Сонда ғана сапалы бұйым, ол мәшеңкеге салып жуса да ештеңке болмайды. Біз әдетте ұлттық киімді мынау дәстүрлі әншілеріміздің, дәстүрлі өнерпаздардың үстінен көріп үйренгенбіз ғой. Иә. Кең етек, бүрмелі көйлек, бөркімен көріп. Енді мынаны қарапайым тұтынушы да алып келеді, әрине. Қарапайым халықта. Қазір енді айтып жатамыз, ұлттық киімді тек наурыз мерекесінде емес, күнделікті де киюге әдетке айналдыру керек. Әрине. Қарапайым халыққа қаншалықты қолжетімді? Мен бағасына қарап тұрмын, арзан дүние емес. Әрине, мына жібекке салған дүниелер ол қымбат.
неге десеңіз, осы бүкіл Қазақстанда деп айтуыма да болады. Бұл технологияны енді біз өзіміз бірінші кіргізіп, оны мына мамандарды үйретіп, оның қолын әбден соған жақсы келтіру үшін біраз уақыттар, жылдар өтті деуге болады. Және бұл жаңағы жаңадан үйреніп жүрген адамдар да жасап көреді, бірақ сапасы менің ойымнан шықпайды. Мен ойлаймын, жақсы затты тез жасауға болмайды. Бұл біраз уақыт алатын. Мысалы, жаңағы бір шапанның өзін біз кем дегенде бір апта жұмыс жасаймыз. Ол бір аптада жаңағы жұмыс істейтін адам қанша табу керек шебер. Екіншіден, жұқа жаңағы жаман мата алып салсаңыз, ертең тесік шұқыр болып, жаңағы нарықта біздің бар өте көп. Арзан жаңағы жібектің өзі әртүрлі болады ғой. Біреуі Италиядан келіп атады, біреуі оңтүстік Кореядан келіп атады, біреуі Өзбекстаннан да келіп атады. Мысалы, мен Өзбекстанның жібегімен мынандай киім жасамаймын. Өйткені ертең тұтынушы қайтадан ренжуі мүмкін келіп. Сонда киіз тек жібек матаға жұғатын болып тұр ғой? Тек жібек, немесе мысалы мақта матаға да жұғады, бірақ ол жұқа және жаңағы сеткі тәріздес, немесе тесіктері кіріп, тесіктері бар, жаңағы жүннің талшықтары кіре алатындай болды. Егер мысалы мына орысша плотность дейміз ғой, матамыз қалыңдығы көбірек болса, жүн тесіп кіре алмай қалады. Сондықтан оған тағы кіргізе алмай қаламыз. А бұны үй жағдайында қалай күту керек? Біз әдетте киімді химчисткаға береміз, немесе өзіміз қолдан тазалаймыз деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Сөйтіп те кейбір тұтынушылар қорқатын басында. Ал бұны біз қорықпай жуыңыз дейміз. Бұны жуғаннан бұл қорқатын нәрсе емес, бұл жуылып жатып істелетін нәрсе. Айгүл ханым, мен сіз өзіңіз екеуміздің үстіміздегі мынау бір накидкалар жайында айтып өттіңіз, жеңіл кигенге не деп. Енді қарапайым тұтынушылар көйлек те кигісі келеді ғой. Көйлек те кигуге болады ғой, солар жайында айтып берсеңіз. Енді көйлектің өзінде мысалы біз күнделікті жұмысқа да киетіндей қылып жасай аламыз. Мысалы, мына көйлекті алсақ, міне түсі өте қарапайым, деловой дейміз ғой, мысалы. Қыз келіншектер, әйелдерді кие алады. Түсі қандай әдемі, мысалы, өте жеңіл. Мына қазақтың күнделікті киюге болады дейсіз ғой. Қазақи нақышта болса да өте қарапайым және күнделікті киюге де жайады деп ойлаймын. Немесе міне ақ түсті міне. Мұндайды қыздарды алып, мысалы, жаңағы қазіргі спорттық аяқ киімдермен де киіп алғанда өте керемет, стильна дейді ғой. Осындай қысқа көйлектер болып жатса, тұтынушыларыңыздың ішінде жас ерекшеліктері қандай? Жастардан бастап, мысалы, мынандай киімдерді міне көрдіңіз ба? Жастарға туника дейміз ғой, қазіргі кезде өте жақсы. Мысалы, шалбармен де киіп алуға болады. Мысалы, астына белдемшемен де киіп алуға болады. Ал енді мына біз сияқты, мысалы, кешкі тойға көп барамыз. Сол үшін мынандай тойға арналған деуге болады. Мысалы, комплекттермен де жасаймыз. Немесе мына үлкен апайларымыз келеді, бір той болайын деп жатыр еді деп, мынандай ұзыннан, ішіндегі мына несі ғой, паткалады ішінде жүр, өте жақсы болып көрінеді. Бір жағы түсіп кетіпті. Сондай шапандардың да енді неше түрлі ұзындықтары, белдемшелер, сырт киімге дейін бәрін жасауға болады. Ал енді қазір біз енді өзіміз бір тренд жасаған сияқтымыз. Мына ұзату тойына ұзататын қыздарға да мынандай көйлектер әртүрлі түспен. Ал енді жаңағы сұрағыңызға жастар десек, олар көбінесе аксессуарларды жақсы көреді. Мысалы, мынандай бас киімдерді алсақ, міне жастар мысалы осындай бас киімдерді өте жақсы көреді. Аксессуарларды, бас киімдерді. Енді бас киімге келсек, ол да киізден. Таза киізден жасалған. Енді міне классикалық формалары өте көп, жаңағы басқа киетін бас киімдердің. Және түсі де, оған тағы да біз жібек те қосамыз, жаңағы жастар өзі не қалайды, немесе мысалы формасы тұрмақ, мына түрінде әртүрлі түс қылып, неше түрлі жасауға болады. Өте жақсы пайдаланады. Ал енді біздің белгілі орамалдарымызға келсек, әрине, жаңағы біздің үстіміздегі шапанның матасы сияқты жаңағы жібекке салынған, оларда мысалы ұзындығы да әртүрлі болады, түсі де әртүрлі болады, жалпақтығы да, мынау мысалы палантин болса, андағы шарф деп атаймыз. Түстері енді көрсете берсе өте көп. Әрбір тұтынушы, мен ойлаймын, өзінің несіне сәйкес
талабына сәйкес алады. Мынандай кішкентай шарфтар да болады. Иә. Басқа да нетуге болады. Мынау да мына қыс кезінде мойынға салатын, осыған жаңағы арнайы бас киім, сонымен бұл да бір өзінше комплект болып шығады. Енді ер адамдарымызға да мынандай орамалдар жасаймыз, шарфтар. Өйткені олар да өте жақсы көреді осын. Бұл өзі унисекс дейміз, мына европалықтар жақсы көреді. Тек қана ер адамдар емес. Иә, бәрі кие береді, байлап алып. Енді міне балалардың да үлкен адамдарға арналған неше түрлі аяқ киімдер болады. Енді мысалы мынау кішкентай балалардікін алсақ, жаңағы киім демекші, бұл да міне өзінің кішкентай кеудешелерімен бірге бір комплект ретінде де жасалынады. Өйткені бұл сыйлық ретінде өте жақсы нәрсе. Мына бір міне кейде өліміні бас киіммен, енді тляшар емес, енді тұсаукесер жасап жатады. Сонда әрбір балаға мысалы осындай үстіне бәрі дайын тұрса, дайын костюм деуге болады, дайын. Сондай тойларына. Енді үлкен адамдардың аяқ киімдерінің өзі әртүрлі болуы мүмкін. Міне таванын кейде салып та жасаймыз. Тавансыз жаңағы мынандай бұның да астына әрине жаңағы былғардан не салуға болады. Бірақ бұл тәпішкелер аяқ киімдер үйде киетін. Бұл да денсаулыққа өте пайдалы. Ешқандай нәски кимей, құр аяққа кисе өте жақсы әсер береді. Ұлттық киімді тек Наурыз мейрамында кию керек деген қатып қалған қағида жоқ. Оны қалаған уақытыңызда кие аласыз. Тек ниет болса болғаны. Дәстүрімізді дәріптеп, салтымызды сақтай білейік. Наурыз мейрамы құтты болсын. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямызға арнайы шақырған қонағымызбен сіздерді таныстыра кетейін. Қазақ ұлттық салт дәстүрлер академиясының академигі, жазушы этнограф Болат Бопайұлы қонақта. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Енді тәуба дейміз ғой. Тәуелсіздігімізді алдық, егеменді ел болдық. Бүгін таңда экономикамыз жағынан өсіп өніміз бір бөлек, жалпына жоғалтқан салт дәстүрімізді қайта жаңғыртып, бір сондай бақытты кезеңге аяқ басып келе жатырмыз. Десек те аға, енді өзіңіз этнограф, ғалым ретінде айтып кетсеңіз, бізде мына ұмыт қалып баратқан салт дәстүріміз бар ма? Атап айтса қандай? Осы ұлттың ұлылығын сақтап қалу, ұлттың тәрбиесін сақтап қалу, ұрпақтың ұлағатын сақтап қалу, келер ұрпаққа осы бақытты аманаттау үшін де жаңағындай біздің өзімізге тән мереке мейрамымыз, соның ішіндегі мемлекеттік мейрам, діни мейрам, мына келіп отырған біздің ұлыс Наурыз мерекеміз. Наурыз мерекесі туралы айтатын болсақ, Наурыз мерекесі дегеніміз ұлттың ең ұлы мейрамы. Бұл енді тек қазақта емес, түркі жұрттарының ішінде барлығында бар мереке десе де біздің әлмисақтан бері, ықылым замандардан бері жалғасып келе жатқан ең ұлы дәстүрлі, ұлттың ерекшелігін көрсететін, ұлттың мінезін танытатын, ұлттың мәдениеті мен әдебиетін, өркениетін өрге бастыратын, үлкен мен кішіні, ер мен әйелді, ұлтты, ұлысты жақындастыратын, тіпті өзін өзі танытатын мереке. Қазақтың күллі және өзің сұрап отырған салт дәстүрі екі түрлі жағдайда атқарылады. Біреуі торқалы тойда, біреуі топырақты өлімде атқарылып отырады. Қазақ дінге келгенге дейін, мәдениетке келгенге дейін, заң мен саясатқа келгенге дейін, мемлекет болып қалыптасып, хандық құрып жүрген дәуірлердің өзінде де осы жаңағы салтын, әдетін, ғұрпын, нанымын, сенімін, ырымын, тұтас ұлттық мінезін жаңағы ырымға, кәдеге, дәстүрге, салтқа байлап сақтаған деп айтамыз.
Енді төте айтатын болсақ, қазір осы 25 жылдың ішінде кереметтей өзің айтқандай өркендеп, өсіп, дамып, көнелері қалып, жаңалары қосылып, дамып келе жатыр. Өте қуаныштымыз. Ал бұның ішінде міне орныққан, мәдениетке сіңген адамдардың барлығы бойсынатын, ғасырдан бері қарай өлмей, өшпей келе жатқан Наурыз көже. Наурыз көже дегеннің өзі тілеу көже. Тілеу көже деген сөздің өзі айтып тұр. 7 дән, болмаса 9 дән салып, тілеу көже жасайды. 7 дегеніміз киелі сан қазақтағы. 9, 7, 41 деген киелі сандар. Бұл өзгерген жоқ. 7 дән жетеліктің белгісі. Бұлайша алғанда береке бірліктің белгісі. Жаңағы 7 дән салынған көжені ішкеннен кейін, жаңағы ренжіскен, өкпелескен, жеке адамдар болсын, ерлі-зайыптылар болсын, ұрулар арасында болсын, үлкен кіші болсын, барлығы 7 дәнге жаңағы шақырылып көж ішкеннен кейін кешіріспесе, ол жетесіздіктің белгісі дейді. Қазақта мақал бар. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жаманшылыққа жақсылық ер адамның ісі дейді. Міне осы. Сонан кейін жаңағы дастархан. Қазақтың хандары, билері, шешендері, көсемдері Абылайдан тартып, барлығы жаңағы дастарханда бастан үлкен болсаң, бастан үлкен емессің деген. Ақты телміртпеген, астан аттамаған, ақсарбас, көк қасқа мал сойып, ақ түйенің қарын жарып, той жасаған. Ол тойды бір жағы көңілділік, мерекелік дәрежеге жеткізіп жасаса, екінші ынтымақтың берекелік жасаған. Жаңа Наурыз дастарханда міндетті түрде 4 ырыстан дәм қойған. 4 ырысымыз қызыл ырыс, ет, ақ ырыс, сүт айран қатық, көк ырыс, көкөністер, қызыл ырыс, ет. Ал енді 4 ырыс дегеніміз 4 қоламыз тең болсын деген. 4 қоламыз тең болса, ауыз бірлігіміз болса төбедегі келеді деген. Жаңағының бәрін абстракт ұғымдарды затты ұғымдарға байлап отырып, берекені сақтаған. Сонан кейін енді қалып бара жатыр деген дәстүрде. Бұрын енді қақтығыс болмай қалмайды, соғыс болмай қалмайды, реніс болмай қалмайды. Үй отау болса қазан ошақ сылдырламай тұрмайды деген әңгімелер бар. Тіпті енді соның бір әңгімесін айтатын болсақ, мысалы бір облыспен бір облыс, болмаса бір ұлтпен бір ұлт, е болмаса бір ұлыспен бір ұлыс шығыспай қалатын болса, баяғыда үлкен ақсақалдар келіп, үлкен бір арқанды ортаға тастап, екі жаққа отырғызып қойып, жаңа қалып бара жатыр, мұтылып бара жатыр деген дәстүрді сұрап отырсың ғой. Сосын жаңа үлкен майға малы болып кәдімгі. Сонан ортасына 3-4 жерден ақты байлап, екі жақта отырып, жаңа үлкен екі жақтың ақсақалдар бата беріп, жарастырып болады. Сосын құшақтасып амандасқаннан кейін жаңа арқанды пәле қаза отпен кетсін деп өртеп жүретін дәстүрлер болған. Жаңағы бұның енді қалып бара жатқан дәстүрлердің ішінде мынау көп ойындар бар, жаңа ұлттық ойындар. Қазір енді атқарылып жатыр, бірақ сол ұлттық ойындардың ішінде мынау аударыспақ, алтыбақан, көкпар, ақындар айтысы, жаңағы шалдардан бата алу осылар болған. Олар қазір да атқарылып жатыр. Бірақ енді мынау ауа райына байланысты, кигіз үйден даладан қалаға келуге байланысты өзгеріп жатыр. Ол енді қалада, үлкен биналарда, ресторандарда өтіп жатыр ғой. Содан кейін бір айтатын әңгіме, ең кереметі мынау жігіттердің қыздарға дір еткізер, селт еткізер дейтін сыйлық сыйлауы. Сонан кейін үй қашар дейтіндер болған әдемі. Сонан кейін бата алатын, сонан кейін қырық үйге міндетті түрде қыдыратын. Қырық үйден көже ішесің, әр үйді аралайды. Ондағы мақсат әр үйді аралауда, ол енді қарын тоқ, тамақ көп десе де ол үлкендерге сәлем беру, бата алу, ізет қылу, құрмет қылу, көрісу, кешірімдесу, бірінен бірі сәлемдесу, жүздесу болатын. Нағаш жұрты, өз жұрты, қайын жұрты, ел жұрты дейтін 4 жұрт бар. 4 жұртқа барады, 4 қоламыз тең болды дейді. Содан кейін жаңа киімдер киеді. Бұрынғы көне киімдерді, ескі ыдыстарды, үйдегі көне дүниелерді лақтырып тастайды. Сол ұлыс күн келгенге дейін. Себебі не? Ол жаңағы тазарады. Үйді тазартады, оны тазартумен бірге өзінің жан дүниесі бірге тазарады. Жаңғыру болады. Сонан кейін енді жылдың басы қалай бастаса, жылдың аяғына дейін жыл жақсы өтеді деп, жаңағы ырымға, ғылымға, нанымға, сенімге байлап қойған. Содан жаңағы үлкендер тосып отыратын болған. Өйткені сол күні Қыдыр пайғамбар, Бақ пайғамбар
күн мен түн тең келгенде қан мен қара, үлкен мен кіші, ер мен әйел, бала мен кәрі түгел тең болады деп қараған. Тең, өйткені қараңғы тең, жарық тең, күн мен уақыт тең. Осы күні барлығы тең болады да, өз жерде тәкаппарлық, өз жерде менменсіздік, өз жерде жаңағы басқа болмайды. Ізет, құрметті сақтаған. Сол ізет, құрмет сол бір күн сақталатын болса, жылдың келер жылға олыс күн келгенге дейін сол береке сақталады деп есептеген. Бұның бәрі жаңағы ынтымақтың жеңісі, береке бірліктің жеңісі. Былайша алғанда береке болған жерде мереке болады деп қараған. Береке түбі мереке деген содан шыққан. Бәрекелді. Енді баяғыда әжелеріміз айтушы еді, ұзын сыбаға сақтағаным бар еді деп. Осыны айтып кетсеңіз. Бұл енді сыбаға сақтау қазақта үлкен дәстүр. Мысалы, бір соғым жөнінен алып айтып кетуге болады қазақтың дәстүрі. Соғым бүгінгі күнгі экономикамен алып айтқанда экономика. Бір жылқымыз $2000. Былайша айтқанда бір қыстық азық-түлік қоректік. Ал енді соны қазақ жаңағы айтып отырған соғым сояды. Сойғанда жаңегінің ең майлы, ең кәделі, ең етті, ең дәмді, ең жұмсақтардың бәрін, мынау құдағидың сыбағасы, мынау құданың сыбағасы, мынау күйеудікі, мынау қыздың шұжығы, мынау алысқа кеткен жолаушының, мынау көрші қолаңның деп өздері соны жемей, қаққыштарын жеп отырады да, кептіріп, әдемілеп, дәмдеп, соның бәрін сыбағаға сақтап отырған. Бұл қазақтың дархандығын, кеңдігін көрсетеді. Кеңдігі, өзі жемей отырып жаңағы аш жегеннің аузы жұмсақ деп, дәмді дәнекер етіп, береке етіп, бірлікке шақырып отырған. Мысалы үшін, бір мысал айта кетуге болады. Кезінде Қазыбек бидің әкесі Әбдібек би неменеге Қоңтайжыдан барып жерді ала алмай қайтып келгеннен кейін Абылай ханның алдына кіре алмай, жаңағы көкқасқасын сойып, Абай әкеңді шақырады ғой ханды. Сол кезде жаңағы келмейді, ренжіп жатыр. Сонда жаңа бұқар жырау кіреді ғой. Ей Абылай, Әбдібектің үйінде сенің әкеңнің басы емес, атаңның асы шақырып жатыр. Бастан үлкен болсаң, дастан үлкен емессің дегенде жаңағы Абылай хан баладай қалбақтап жетіп барды дейді. Астық астерлеген. Астық астерлеу, бастық астерлеу. Себебі жаңағы мына басты жаңағы жеке жемеген, сыбағаға сақтаған. Басты әшті, өйткені басты жеке жесек, жеке қубас болып қаламыз. Жаңағы көрші қолаңын, туыс туғанын, үлкен ақсақалдарды, апаларды, барлығын шақырып жаңағы басты бірге жеген. Өйткені басымыз бірігіп жүрсін деген. Осының бәрі сыбағаға сақталған. Сондықтан сыбаға деген ол қазақтың керемет дәстүрі. Көңілі жеткенге сыбаға сақтайды дейді. Ол сыбағаны сақтап отырып, шіретпей, тұздап, кептіріп, оны қашан болса да ауыз тигізеді. Болмаса жаңағы келе алмаса бері жібереді ғой. Осындағы жатқан неме береке, осында жатқан қимастық, осында жатқан мына соғымға сыйғызып жіберген болулық ұғым. Қарап отырсаң. Сонда жаңағы бүтін $2000 сатып алған малдың етін өзі жеу үшін емес, қонақтарды күту үшін. Қонақ жайлық деген ол шашылу емес, далбасалық емес. Ол жаңағы берекені сақтап тұр, бірлікті сақтап тұр. Соғын қазақ аш жегеннің аузы жұмсақ деп, ренжісе де сол жерде кешірседі, жиын топпаса да сол жерде кешірседі, құда күтсе де, қыз батса да, келін түсірсе де, сол қазақтың барлық дінге дейінгі, саясатқа дейінгі, мәдениетке дейінгі, ықылым замандардағы, баяғыдағы, ескі ғасырлардан бастап алып келген тәлім тәрбиесінің күші, береке бірлігінің мығымдығы сондай. Ал енді рухани жаңғыру бағдарламасының мәнін, мағынасын қалай түсінесіз жалпы? Бұл енді рухани жаңғыру дегеніміз президентіміздің алға қойған өте үлкен көрегендігі, өте ұлы саясаты, ұлтқа болған жанашырлық бейнесі. Былайша алғанда ұлтты сақтап қалу үшін ұлттың ұмыт болған ұлттық мінезін, ұлттық салтын, ұлттық ерекшелігін, ұлттық мінезін, жаңағы ұлттың баспанасын мисал тартып жаңағы барлық нәрсені
ән, күй, ою өріндегі жаңағы барлық нәрсесі өте-мөте ұлттың тілін, ұлттың тәрбиесін бүтін әлем еліне мойындатып танытатын бірден бір ұйытқы жаңағы алтын діңгек осы рухани жаңғыру. Осы рухани жаңғыру жолға қойылғандан бері қарайға мен бір 10 шақты школда, университеттерде, лекцияда болдым шақырып. Жастар өте жақсы қабылдап жатыр. Біз білмейді екенбіз деп жаңағы қазақтың кәделерін ресми сахнаға шығып көрсетіп жатыр. Біріне бір сұрақтар қойып жатыр, сұрап жатыр. Осының өзі керемет нәрсе. Сондықтан рухани жаңғыруды тоқтатпау керек, оны тереңірек, кемелірек президенттің үндеуіне үн қосып, халқымыз, зиялы қауым маңдай алды жасауымыз керек. Мен соған байланысты үлкен этнографиялық ауыл жобасын жасағам, оны да жоғары ұсындым. Мәдениет министрлігінен бекіп түсті. Сондай үлкен жұмыстар жасау керек. Әркім қолынан не келеді, соны жасау керек. Кемінде қазақ халқы жақсының пайдасы тиеді, жаманның найзасы тиеді дейді. Бір-бірімізге ештеңе жасай алмасақ, зиян келтірмеуіміз керек. Мен ойлаймын, бір азамат, бір зиялы үлкен еңбек ете алса, еңбегін етсін. Еңбек ете алмаса, осы жерде осы қазақтың санын көбейтіп жүргендігінің өзі бір алтын. Бір әйел үйде отырған бір бала тауып берсе, алтын тауып бергенмен бірдей. Біздің жан санымызды көбейтуіміз керек. Мына ұланғайыр даланың қожасымыз деп қарау керек. Еңбектену керек, харекет жасау керек. Сол арқылы сыйластық, сол арқылы мәдениет, сол арқылы береке бірлік болуымыз керек. Сонан кейін мынандай ұлыс күндері жаңағы бүтін үй беретін, мына қазақтың дәстүрінде бар, батырларды сыйлайтын, шапан жабатын, ат мінгізетін, сыйлық беретін күндерді осы ұлыс күнге әкеп қою керек. Сонан кейін ағаш егеді. Ана жаңа жылда шырша қиса, мына жаңа жылда ағаш егеміз. Бұлақ көзін тазалаймыз. Міне керемет, осы мерекемізді жалғастыруымыз керек. Санаулы уақытқа қосқан салмақты сұхбатыңызға көп рахмет айтамыз. Салт дәстүріміз жаңғыра берсін деген ниет білдіргім келеді. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман есен болыңыздар.